лақап аты Айс Мұратова, шын аты Арайлым деген әйел. Соған чекке аудара берген адамдар, қысқасы не, бұл жерде тауар, арзан тауар әкеп берем, Қытайдың заводында жүрмін, фабрика бағасымен дейді, ыдыс-аяқ дейді. Содан не керек, үйде отырған аналарымыз, кейбір кәсіпкер әйелдеріміз барлығы алданып қалған. Басында тауарларды жіберген, одан кейін жоқ болып кеткен мысалға. Содан кейін барлық сома, чектің барлығын жинағанда 30 миллиардтан асып, 5 мыңнан мен тіпті қазір 10 мыңға дейін адамдар алдануы мүмкін. Бұл жерде бір екінші тарап қандай ғой, сізге бір арзан тауар келсе, сіз не істейсіз? Досыңызға, танысыңызға бәрібір айтасыз. Ол сөйтіп сарафанмен тарайды. Тіпті кейбір жерде жұлдыздарды да пайдаланған, мен туралы жақсы сөз айтыңызшы, мені мақтап жіберіңізші деп, ол өзінің әлеуметтік желісінен етіп, сөйтіп халықтың әбден сеніміне кіріп алады. Соңында міне осындай папкіден қазір менің өзіме жұмыс кабинетіме жиналған 3 пакет жиналды. Бұл жерде міне негізгі чектің барлығы Арайлымға аударылған сомалар. Мінекей 215 мың, 320 мың, 133 мың дейді. Содан кейін келісім шарт жоқ. Екінші тарапта, мысалға, екі тараптан да бірден перевод Каспиймен жасай берген жеке тұлғаның атына мінекей. Содан алданды 30 миллиардтан асты. Бұл жердегі халықтың екінші назы арыз жазса да, енді біз айтамыз, бір қылмыс болса арыз жазыңыз деп. Арыз жазса да ешқандай бір сот процесі болмай отыр. Содан кейін бұны мен тікелей не себепті болмай отыр? Бұл жерде полицияда үй қамаққа алу керек деген бір шешім шығарған, бірақ ол үйінде ол бар ма, жоқ па, адамдарда оның үлкен күмән бар. Себебі емізулі баласы болуы мүмкін. Енді мен суреттерден көріп қалдым да, мысалға. Сол негізде үй қамақ деуі мүмкін. Бірақ үй қамақ болсын, енді ол кейінде бәрібір бала өседі ғой. Бұл назардан тыс қалмау керек, және де бұл жерде тек қана Айс Арайлым ғана емес, менің ойымша бірнеше адам болуы мүмкін. Яғни бұл ұйымдасқан қылмыстық топ. Себебі жалғыз Арайлым емес, бұл жерде бүйтіп назар салсақ, бірнеше адамның аты жөндерін көруге болады. Яғни бұл бір сол топ болып тұр ғой. Тіпті мына жерде комиссиямен аударған ғой, 1% комиссия. Өйткені бұл жерде обналичка елдер шығарып отырма деп өзім есептеймін. Себебі мысалға 50 мың алып қараңыздар. 60 мыңның тауары 600 теңге артық аударып отыр. 1%. Яғни бұны білеміз, снятие жасаған кезде 1% алады. Бір аударды бірден басқа топ. Мүмкін Арайлымның атын пайдаланып та алып отырма деген жағдай тағы екінші сұрақ туындайды. Бұның барлығы әрине тергеу жұмыстары жүру керек. Тергеу жұмыстары сіздің ойыңызша дұрыс жүрмей жатыр ма? Өйткені халықтың базынасы көп, халықтың назы көп. Неше күннен бері әлеуметтік желі, одан кейін Алматы көшелерінде шулатып жатқан аналарымыз көп. Сондықтан қаншама адам бір-бірімен ұрысып жатыр үйде. Көбінесе үйде отырған әйелдер күйеулерін айтпайды, сосын алданып болғаннан кейін барып күйеуін айтады, сосын үйде не басталады? Хайвай басталады. Қаншама адам ажырасқалы жатырмыз деп хаттарын жібереді мысалы. Сондықтан бұл әділет Қазақстан деп жатырмыз, әділ тергеу жүру керек.